Қайырлы саламатсыздар ма? Біздер ұлым Кемел екеуміз қазір түстерге байланысты тәжірибелік жұмыстар жасайтын боламыз. Тәжірибеге қатысты заттар, керек заттар: сутегінің асқын тотығы, калий перманганаты, иод және картоп крахмалы, сірке суы қажет болады. Кемел, қарайға балам. Мына жерде біздерге 3 не берілген? Стакандар берілген. Осы стакандардың үшеуіне қазір су құямыз. Бері қара. Міне бірінші стаканға құйдым, екінші стаканға құйдым және үшінші стаканға суды құйдым. Солай ма? Енді бірінші стаканға иодты тамызатын боламын. Бес тамшы иод тамызам. Судың түсі өзгерді ме, балам? Судың түсі өзгеріске еніп жатыр. Солай ма? Енді сен мынаны қолыңмен араластыра қой. Қасықпен араластырамыз. Жақсы, керемет, бере қой. Кемел, қараш балам, судың түсі қандай түске боялды? Сары түске боялды. Жарайсың. Келесі бізде екінші стаканымыз. Екінші стаканға біздер картоп крахмалын қосамыз. Бір қасық картоп крахмалын қосамыз. Енді араластыра қой, бұны да араластыра қой. Қатты араластырамыз. Судың түсі өзгеріп жатыр, солай ма? Қандай түске боялды судың түсі? Қандай түске өзгерді? Ақ түске өзгерді. Жарайсың. Судың түсі ақ түске өзгерді. Судың түсі ақ түске өзгерді. Енді балам, келесі үшінші стакан, бізге үшінші стакан берілген. Үшінші стаканға калий перманганатын қосамыз. Судың түсі өзгерді ме, балам? Судың түсі өзгерді. Енді бұны да араластыра қой. Жақсы. Судың түсі қандай түске өзгерді? Күлгін түске өзгерді. Жарайсың. Енді балам, Кемел екеуміз келесі екінші зертханалық жұмысымызды бастаймыз. Олай болса, бірінші сірке қышқылын кішкене суға тамызамыз. Басымызды көтеріп отырайық. Жақсы, араластыра қой. Араластыр. Бере қой. Енді оған сутегінің асқын тотығын қосамыз. Бері қара. 5-6 тамшы. Енді тағы да араластырамыз. Қатты араластырамыз. Не байқап отырсың? Не байқадың сен? Судың түсі қандай түске өзгеруде? Қарашы, қандай түске болып жатыр? Судың түсі қандай түске болып жатыр? Қызыл түске боялды, судың түсі өзгерді. Солай ма? Жарайсың. Тәжірибелік жұмысымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.